Сәлеметсіз бе, құрметті әріптесім? Кері аударылған сабаққа қош келдіңіз. Сізбен бірге әдеттегідей Күлән Бейсенбайқызы. Қазір осы сұрақтарға өзіңіз шынайы жауап беріп көріңізші. Үй жұмыстарын қандай форматта бересіз? Сыныпта үй жұмысын ауызша сұрауға қанша уақытыңыз кетеді? Және қанша баладан сұрап үлгересіз сол уақыттың арасында? Оқушылардың барлығы бірдей орындай ма, жоқ орындамай ма? Кері аударылған сабақтың бірінші және екінші бөлімін қарап, оны практикада қолданып болғаннан кейін сіздің үй жұмыстарына деген көзқарасыңыз өзгереді деген сенімдемін. Кері аударылған сабақ, немесе орыс тілінде перевернутый класс дейді, ағылшын тілінде flipped classroom, бұл білім берудің дәстүрлі әдісінен ерекшеленетін оқыту тәсілі. Мұнда жаңа тақырыпты үйрену, үйден бейне материалдар, оқу материалдары немесе подкасттар арқылы өз бетімен игеруге бағытталған. Ал сабақта оқушылар алынған білімдерін қолдануға, талдауға, талқылауға және шешім қабылдауға арналған тапсырмалармен жұмыс істейді. Кері аударылған сабақта не істейміз? Оқушыға ақпаратты өз бетімен қарап түсініп келуге беріп, бетпе-бет кездескенде уақытты сол материалды практикалық тұрғыдан бекітуге арнаймыз. Кері аударылған сабақта водкаст, подкаст және преводкастинг қолданылады. Подкаст терминін біз сіздермен подкаст сабақта қарастырған болатынбыз. Сонда да болса еске түсірейік, подкаст интернет арқылы өз оқырмандарына дыбысты файл, яғни аудиолекция жіберу. Тыңдаушылар файлды өзіне компьютер, мобильдік құрылғыға көшіріп алады, немесе онлайн режимінде тыңдауға да болады. Біз сіздермен оқушыларымызбен аудио подкаст немесе видео подкаст туралы түсіруді айтқан болатынбыз, және оны жасау жолдарын да қарастырдық. Водкаст бұл да подкаст сияқты, бірақ видео файлдармен жіберіледі. Преводкастинг оқытушы өз сабағы немесе лекциясынан білім беру мақсатында водкаст құрастырады. Ол бойынша оқушылар, студенттер сабақта қарастырылатын тақырып туралы алдын ала ақпарат алады. Преводкастинг әдісі кері аударылған сабақтың ең алғашқы атауы. Кері аударылған сабақ әдістерінің артықшылықтары қандай? Біріншіден, дараланған оқыту, әр оқушы материалды өз жылдамдығымен меңгереді. Қиын тақырыптарды қайта қарап, түсінікті материалдарға аз уақыт бөлуге мүмкіндік бар. Екіншіден, сабақ уақытын тиімді пайдалану. Мұғалім мен оқушылар сабақта практикалық, зерттеу немесе талдау жұмыстарымен көбірек айналысады. Келесі, белсенді қатысу. Оқушылар сабақ барысында пікірталасқа, топтық жұмысқа немесе жобаларды орындауға белсенді қатысады. Оқушылардың жауапкершілігі артады, яғни өз бетімен білім алу арқылы оқушы бойында өз уақытын тиімді ұйымдастыру дағдылары қалыптасады. Кері аударылған сабақты қалай ұйымдастырамыз? Біріншіден, оқыту материалдарын дайындаймыз, бейне сабақтар түсіру, YouTube немесе басқа платформаларды пайдаланамыз, мәтіндік материалдар немесе презентациялар әзірлеу, соңғысы подкаст немесе интерактивті тапсырмалар жасау. Оқушыларға қолжетімділікті қамтамасыз ету. Барлық материалдарды платформаға жүктеу. Google Classroom, Microsoft Teams және тағы басқаларын қолдануға болады. Интернетке қолы жетпейтін оқушылар үшін басқа балама ұсыну, яғни баспа материалдары қағазға шығарылған, немесе кітаптар, журнал, газеттер деген сияқты материалдарды қолданамыз. Сонымен қатар сабақтың құрылымын өзгертуге тырысамыз. Бірінші, сабақтың басында оқушылардың материалды меңгеруін тексереміз. Ол шағын тест түрінде немесе сұрақ-жауап арқылы аламыз. Екінші, қолданбалы тапсырмаларды жеке, жұппен, топта орындатамыз. Үшінші, оқушылардың сұрақтарына уақыт бөлеміз. Яғни сабақ аяқталуға 5-6 минут қалған кезде оқушыларға сұрақ қойғызу керек. Келесі, кері байланыс беру. Оқушылардың түсінігін бағалау үшін тесттер, эссе немесе шығармашылық тапсырмалар береміз. Сабақ соңында қысқаша қорытынды жасап, алдағы тақырыпқа дайындықты анықтаймыз. Кері аударылған сабақтың негізгі өнімі ол арнайы түсірілген видеолар. Яғни бұл видеоларды түсіру үшін бізге неден бастау керек, қалай істеу керектігі жайында айтып көрейік. Бірінші, мақсат қою керек, қандай мәселені шешеміз. Екінші, аудиторияны анықтау. Бұл видео сабақ кімге арналады? Олардың жасы, қызығушылықтары қандай? Үшінші, видео сабақ түсіру үшін сценарий жазу керек. Кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерінде қандай ақпарат болады? Төртінші, видео форматын таңдау, нақты талаптар қою, тігінен немесе көлденеңнен түсіру. Видеоны қандай платформаға қоюды ойластыру. Бесінші, видео сабақты түсіруге дайындалу, техника, локация, жарық және қажетті құралдарды түйіндеу. Сабақты түсіру ұзақтығы 10 минуттан аспау керек, шәкірттердің жасын ескереміз. Бастауыш сынып оқушылары болатын болса, ең максималды түрде 5 минуттан аспау керек, ал орта буынға 7-8 минут, жоғары сыныптарда 10
12 минуттан аспағаны дұрыс. Келесі қадам монтаж жасау. Соңғысы видео сабақты қарап шығып, дауыс, сапа, кадрдағы артық дыбыс, заттар болмауын тексеріп шығу. Және видео сабақты арнайы платформаға тіркейміз. Тағы бір ескере кететін дүние, бұл жерде видео сабақты өзіңіздің бейнеңізді түсірмесеңіз де, тек қана презентацияңыздың скринін түсіру арқылы жасауға болады. Оның үлгісін дәл қазір сіз көріп отырсыз. Мен бұл видеоны өзімнің бейнемсіз, өзімнің фотомсыз тек қана скрин жасап түсіріп отырмын. Түсірген видеоңызды YouTube-ға салып, соның сілтемесімен бөлісуге болады, немесе сол видеоның өзін Classroom-ға немесе басқа платформаларға салып, сол жердегі сілтемесімен бөлісе аламыз. Кері аударылған сабаққа видеоны қалай түсіреміз? Қандай платформада түсірген ыңғайлы деген сұраққа жауап беріп көрейік. Видеоны Zoom-да, FreeCam және OBS-те түсіру өте ыңғайлы және өте қарапайым деп айтуға болады. Бұл платформаларға видеоны түсірудің жолын осы сабақтан кейін салатын боламын. Қарап шығарсыз. Және келесі арнайы кері аударылған сабаққа болсын, немесе фильм сабақ, ән сабақта да өте маңызды рөлі бар PlayPosit деген платформа туралы айтқым келеді. Бұл PlayPosit платформасының жұмысын біз сізбен практикалық бөлімде қарастырамыз. Аталған видеоларды түсіріп болғаннан кейін оны YouTube-қа салып, сілтемесімен бөлісу, немесе сол сілтемені өзіңіз қалаған сайтқа, платформаға, немесе ешқандай мүмкіндік болмаған жағдайда Telegram каналға салып қоюға болады. Тағы бір лайфхак, YouTube-қа өзіңіздің сабақтарыңыздың видеоларын салу арқылы аудитория жинап, одан ары қарай өзіңіздің каналыңызды дамытып, бір биік белестерге жетуге болады. Бұл YouTube арнасының бізге қазіргі таңда беріп отырған жақсы бір мүмкіншілігі. Оны пайдаланып қалайық. Белсенділікті 100%-ға арттырудың тағы бір жолы осы алдыңызда көріп отырған платформалармен жұмыс. PlayPosit туралы айттық. Telegram каналына сабақтар салу, немесе жалпы Telegram каналы арқылы аудио подкаст, видео подкаст, сол жерде тест жүргізуге болады Telegram каналында. Сол жерде ақпарат алмасуға болады. Padlet туралы алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз. Бұл да әмбебап онлайн тақта және бірлесіп жұмыс жасауға болатын, бір сәтте бірнеше адамның жұмысын қарастыра алатын платформаның бірі. Google Forms'та біз сізбен айтқан болатынбыз. Сауалнама жүргізуге болады, бақылау немесе бағалау тест түрлерін жүргізуге болады. Ал WordWall деген платформа бұл ойын платформасы. Топқа бөлу немесе мәтін, видео, аудио ақпараттардан кейін Quizzes форматында, яғни сұрақ-жауап, таңдау жасау форматында ойындар жүргізе аламыз. Платформаларда автоматты түрде бағалайтын мүмкіндіктерін қолданып, бағалау талаптарын құрастыра отырып, кері аударылған сабақты жоғары деңгейде өткізе аламыз. Кері аударылған сабақтағы мұғалімнің рөлі қандай болмақ? Негізгі мұғалімнің рөлі ол шәкірт белсенділігі мен қызығушылығын арттыру. Осы үшін тапсырмаларды құрастырамыз. Сыныпта бірлесіп жұмыс жасауды ұйымдастыру, яғни топқа бөлу, жұпқа бөлу, өзіңіздің дауысыңызбен, әрекетіңізбен, өзіңіздің құрастырған ақпараттарыңызбен оқушыларымыздың назарын аудартып, бірлесіп жұмыс жасауға ынталандыру, кері байланыс беріп отыру. Кері байланыс берудің әртүрлі жолдарын алдыңғы сабақтарда да қарастырған болатынбыз. Ал осы видеоның ішінде ол біз сіздермен қарастырған PlayPosit-та да, WordWall немесе Telegram каналдың өзінде де кері байланыс беру жолдары өте жеңіл. Содан кейін әрине мақтау, марапаттау сөздерін аямау, себебі шәкірттеріміз тұрмақ, біздің өзімізде жақсы сөзді жанымыз сүйеді. Сондықтан да әрбір жасаған әрекеттерінде, әрбір бітірген үлкен кіші жұмыстарында оларды қолдап отыру, ол әрине біздің негізгі міндеттеріміздің бірі. Пайдаланылған әдебиеттерді көріп отырсыз. Осымен кері аударылған сабақтың бірінші бөлімін аяқтаймыз. Назар аударып, мұқият тыңдағаныңызға рахмет. Келесі практикалық бөлімде кездескенше сау болыңыз.